Жануарлардың өмірін бақыласақ өте қызық, кейде олардың кейбір істерін түсіндіру түгіл өзіңде түсінбей жатасың. Жануарларды ылғи да бір-бірімен соғысады деп ойлаймыз, бірақ олардың ішінде де жақсылық ойлайтындары бар екен. Сәлем достар, бүгін сіздерге бір-бірін құтқарған жануарлар жайлы айтамын. Мысықтардың жанжалы. Көшеде жанжалдасып тұрған бұл екі мысық тек адамдардың ғана емес, сонымен қатар көшеде серуендеп жүрген иттердің де назарын аудартты. Бұл екі мысық төбелесіп жатқан кезде айналасындағы иттер мысықтарға жүгірудің орнына екі мысықты ажыратады. Өте таңғаларлық оқиға. Иттер мысықтарға қарай көп жүгіреді. Осы видеода көшеде отырған марғауға кенеттен серуендеп жүрген ит жабысады. Ит иесі көмектеспей қарап тұрғанымен басқа бір қара мысық жай қарап тұра алмады. Бар намысымен итке қарай жүгіреді. Одан кейін ит те өз жолымен кетеді, ал марғау сол орында дым болмағандай отыра береді. Африкадағы оқиға. Леопард өзіне түскі асын ұстап алған болатын. Бірақ леопард оны жеуді бастамас бұрын ойланып жатқанда кенеттен сол жердің маймылдары келіп антилопқа көмектесуге кіріседі. Қорыққаннан леопард түскі асын тастап кетіп қалады. Біраздан кейін антилоп та есін жиып өз жолымен кетеді. Досын құтқарған маймыл. Үндістанның Кампур қаласында бір маймыл темір жолда қуатты тоққа түсіп қалады. Оны ояту үшін екінші маймыл қолынан келгенін жасайды. Айналада бақылап тұрған адамдар фотоға, видеоға түсіріп алады. Біраз минуттардан соң тоққа түскен маймыл да есін жияды. Антилопты құтқарған су сиыр. Бұл видеода антилопқа қолтырауын шабуылдайды. Айқас кезінде антилоп қатты жарақат алады. Сол кезде су сиыры қарап тұрмай антилопқа көмектесу үшін қолтырауынға жабысады да антилопты жағаға алып шығады. Су сиыры антилопты қанша оятуға тырысқанымен бәрібір антилоп өліп қалған болатын. Сан-Диегодағы оқиға. 2008 жылы Сан-Диегода көшеде жүрген ит жолдан өтпек болып машинаның астында қалады. Көмекке жүгірген екінші ит жолға қорықпай шығып, досын сүйреп жолдың шетіне қауіпсіз жерге алып шығады. Кейін бұл видео Чилидегі каналдарда талқыланған. Жүкті киік. Бір арыстан түскі асында киікті ұстап алады. Ол киікті жегелі жатқанда оның жүкті екенін біледі. Ішінен баласын шығарып тастап, аман алып қалғысы келеді. Бірақ ол енді аман қалмайтыны анық. Арыстан киіктен алшақ кетіп жатып қалады. Сол жатқалы мүлдем тұрмайды. Осыны түсіріп отырған фотограф біраз уақыттан кейін арыстанға жақындайды. Сөйтсе арыстан өліп қалған. Көп ұзамай арыстанның жүрегі ауырып өлгені белгілі болады. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FTFury Кликбас каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Жақында ғана біздің каналда 5000 жазылушы болды. Барлықтарыңызға тіркелгендеріңізге рахмет. Енді бір-екі сұраққа жауап. Неге видеоларда тек мен сөйлеймін? Неге басқа біреу емес? Негізі мен каналды ашпас бұрын достарым айтқанмын, бірақ олардың жауаптары құрсыншы болды. Сөйтіп каналды өзім ашып бастадым. Кейін бірақ олардан білмеймін деп жауап берді. Содан кейін амал жоқтан өзім жалғастырып кеттім. Каналдың атын негім етпегенімде сол еді. Ертең қасыма біреу қосылса, каналдың аты Кликбас болып қала береді, ал менің негім FTFury, ал қасыма келген адам өз негімен жүреді. Бірақ өкінішке орай ол ой жүзеге асқан жоқ. Жақында видео шықпауы да мүмкін, себебі келесі видеоға идея табам дегенше оқуға жол жүрем. Ол жаққа да үйренсем дегенше біраз болады. Сондықтан келесі видеоны сұрақ-жауап деп өткізіп тастауға болады, егер сұрақтарыңыз болса. Бүгінге айтарым осы, аман сау болыңыздар.